Танымал әнші Серікбол Сайлаубек өмірге бір көзсіз келген. Соқыр болып туғанын ол әкесінің дұғасымен байланыстырады. Бұл туралы танымал әнші журналист Нұрсейіт Жылқышыбайдың уақыт көрсетеді бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Оның айтуынша, анасы өмірге 4 қыз алып келген екен. Сонда әкесі Аллаға жалбарынып бір көзі соқыр болса да бала бер деп дұға қылған екен. Тілегі қабыл болды ма? Серікбол дүниеге бір көзсіз келген. Сондықтан әнші адамдардың жақсы сөз айтып, дұрыс тілек тілегені абзал дейді. Анам өмірге 4 қыз алып келген. Әкем ұлды арманда. Алладан бір көзі соқыр болса да ұл берші деп тілеген екен. Сол тілегі қабыл болды ма? Бұдуғаннан бір көзін көрмей. Сондықтан адам дұрыс сөйлеуі керек. Өйткені әр сөзің қабыл болып қалады. Жақсы сөздерді көп айтайық. Бір-бірімізді көтермелеп қолпаштап жүрейік пе деді Серікбол Сайлаубек. Әнші Серікбол Сайлаубекке денсаулық тілейміз. Егер видео ұнаса лайк басып, видео астына өзіңіздің пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Айс-KZ каналы. Алдыңды балам, жортқанда жолың болсын, аман есен барып қайт. Ағдайым ойдасын, Қыдыр бабам қолдасын. Баламның жолын ақ қылып, аман есен барып, жұмысын бітіріп келсін. Балам Аллаға аманат. Дені сау болсын. Аман есен маман қасына қайтуға Алла нәсіп етсін. Аумин.